Ангина тамақ ауруы алдымен ісінеді, сосын қызарады. Егер дер кезінде ем бастамасаңыз іріңдейді. Ал іріңді ангинаны міндетті түрде антибиотикпен емдеу керек. Қазақша баспа деп аталатын бұл ауруды басып емдеуге болмайтыны айтылып тұр. Сонда да тамақтағы ісікті басатындар бар ел арасында. Бірақ бұл әдіс аурудан айықтырмайды, керісінше асқындырады. Сондықтан да ангинаны ешқашан басушы болмаңыз. Дәрігерлердің айтуынша жұқтыру жолдары инфекция, вирус, бактерия болуы мүмкін. Ауру неден пайда болады? Иммунитеттің төмендігі, көмейдің тітіркенуі, басқа созылмалы аурулардың болуы, ауыз қуысында инфекцияның болуы, оның ішінде шіріген тістер болуы мүмкін, гипотермия, шамадан тыс жұмыс, стресс, алкогольдік сусын ішу, темекі шегу осы себептерден болады. Сіз тамағыңыздың ісініп, қызарғанын сезбеуіңіз мүмкін. Егер осындай кезде салқын су ішіп қойсаңыз, онда ауру асқынады. Нәтижесінде дене температурасы 39 градусқа көтеріледі, бас айналады, бойыңызды әлсіздік билейді, тұла бойыңыз қалтырайды, жүрек айниды, құсу болады, лимфа түйіндері айтарлықтай ұлғаяды, мүлдем жұтына тамағыңыз ауырады. Аталған белгілердің біреуі мазаласа да дәрігердің қабылдануына жазылыңыз. Алдын алсаңыз, емдеу әлдеқайда оңай болады. Іріңді ангинаны емдеу антибиотиктерді қолданумен шектелмейді. Одан бөлек мына әдісті міндетті түрде жасау керек. Бірінші, төсек режимін сақтаңыз. Аурудың алғашқы күндері міндетті түрде сыртқа шықпай жатыңыз. Себебі ағзаңыз сырттағы вирусты, инфекцияны жұқтырып алуға дайын тұрады. Екінші, көп сұйықтық ішіңіз. Сұйық демделген жылы шай, емдік шөптердің қайнатпаларын ішіңіз. Бұл тамақтың іріңді, шырышты қабығын жуады, жиналған токсиндерді және дәрілік заттардың ыдырау өнімдерін тез жоюға көмектеседі. Үшінші, диета сақтаңыз. Тым қатты тағамды жемеңіз. Өзі әлсіреп, зардап шегіп тұрған тамағыңызды жырып кетсе, жазылуы қиынға соғады. Оған қоса ащы, майлы, қуырылған, қақталған тағамдар мен газды сусынды шектеңіз. Тым ыстық не суық тағамдарды да тұтынбау керектігін ескеріңіз. Мейлінше жұмсақ, жылы тағамды қорек ету керек. Картоп езбесі, қайнатпа сорпа, ботқалар керемет азық болады. Төртінші, тамағыңызды шайыңыз. Күніне 3 рет шаю керек деп шектемеңіз. Тамақтан алдын, тамақтан соң міндетті түрде фурацилин ерітіндісімен тамағыңызды шайыңыз. Тұз бен сода араластырып та шаюға болады. Сонымен қатар тамағыңызды түймедақ, жалбыз және жолжелкен шөптерінің тұндырмаларымен де шайып тұрсаңыз өте пайдалы болады. Жалпы кез келген аурудан алыстау үшін иммунитетіміз мықты болу керек. Ол үшін денемізді шынықтырып, жаттығу жасап жүруге әдеттеніңіз. Ағзаға зиян келтіретін жаман әдеттер, яғни темекі шегу, арақ ішуден бас тарту, дәруменге, минералға және микроэлементтерге бай табиғи әрі сапалы тамақты таңдау. Үйіңізді, жұмыс бөлмеңізді таза ұстаңыз. Бөлменің температурасы қалыпты болуы тиіс. Күніне 2 рет ылғалды сүлгімен сүртіңіз. Салқын тигізіп ауылдан сақтаныңыз. Аңызақ желде, кондиционер жанында отырудан абай болыңыз. Салқын кезде жылы киініңіз. Басыңызға да киюді ұмытпаңыз. Деніңіз сау болсын. Каналға тіркелуді ұмытпаңыз.